Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Шерзаттың анасы видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды. Қаласаңыз, өйте төмендегі бір ғана лайк және подписаться түймелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Анамнан айырмаңыздаршы екен. Одан басқа ешкімім жоқ. Марқұм Шерзат Болаттың әпкесі Бақыт Раимова баласы Тоқаевтан көмек сұрады. Сонымен қоса Бақыт Раимова бауыры Нұрқанат Ғайыпбаевпен жаны сазағаннан кейін митингке үндеген деген айып тағылды. Раимова сот шешімімен 15 тәулікке қамауға алынды. Кейіннен елден шығарылуы тиіс. Раимова ұлы анасы жалғыз асыраушысы екенін айтып, оны Қазақстаннан шығармауды сұрады. Айтуынша, анасы елден кетсе, оны 5 жылдан астам уақыт үйге кіре алмауы мүмкін. Бізді тамашалап, Қазақстанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында біліп отырыңыз. Сау саламат болыңыз.